Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі тақырып ко префиксіне арналады. Жалпы бұл префикстің мағынасы together дегенді білдіреді. Қазақша айтатын болсақ, яғни бірге, бірлесе деген мағынаны. Енді қандай мысалдар бар? Бұл жалпы мысалдар сіздер тіпті Қазақстанда да, қазақша сөйлейтін ортада да кездестіргенсіздер. Мысалы, co-founder, co-working center деген сияқты. Бұлардың барлығы осы ко префиксімен жасалады. Себебі оның түпкі мағынасы together дегенді білдіреді, бірге. Мысалдарын қарап шығайықшы қазір. Біріншісі ол co-founder деген сөз. Давайте екіге бөліп қарастырайық. Егер де ко деген префикс болмайтын болса, онда founder деген сөз негізін қалаушы, яғни қандай да бір бизнес бастаманың негізін қалаушы. Егер де оған ко деген префиксті қосатын болсақ, онда бірге, яғни бірге негізін қалаған адам екінші тұлғаны білдіреді. Сонда co-founder деген сөз шығады, екінші тұлғаны. Одан кейін келесі co-worker деген сөзге мән берейік. Тағы да код алып тастайық, worker, жұмысшы. Ал егер co-worker дейтін болсақ, онда әріптес деген мағына. Үшінші corporate. Бұл сөз бізде бірге жұмыс атқару дегенді білдіреді. Окей? Жалпы бұл жерде үш түрі көрсетілген. Сонда біз түсінетініміз, қандай да бір сөзге ко жалғанатын болса, онда ол сөзіміз together, бірге деген мағынаны білдіреді, немесе екінші тұлғаны білдіреді. Енді сабақтың астында сіздерге арнайы осы ко префиксімен жасалған сөздердің тізімі берілген. Толықтай дәптерлеріңізге жазып, жаттауға кірісіңіздер.